Баршаларыңызға сәлем қыздар. Бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын домашний хлеб әзірлейтін боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен жылы сүтімізге сары майымызды, қантымызды, дрожжымызды салып, араластырып, бетін целлофан пакетпен жауып, апара болып көтерілгенше бөлме температурасына 10-15 минутқа қалдырамыз. Апарамыз дайын. Енді 53-тен өткен ұнымыздың үстіне тұзымызды салып, араластырып, үстінен апарамызды құятын боламыз. Сосын жұп-жұмсақ етіп қамыр илейміз. Бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге алып көтерілгенше күтеміз. Қамырымыз дайын. Енді столдың үстіне ұн себе отырып, қамырымызды теңдей етіп 2 бөлікке бөліп аламыз. Бөлінген қамырымызды тағы да 3 бөлікке бөлеміз. Қамырымыздан ұзынша форма, яғни слайси дайындаймыз. Қамырды қатты басудың қажеті жоқ. Видеода көрсетілгенде осылай өріп шығамыз, және де листімізге жайғастырамыз. Екінші қамырымызды осылай қолдың көмегімен жайып аламыз, және де батан күйіне келтіреміз. Тек қана 2 шетін басамыз, ортасын баспаймыз. Пищевой пленкамен бетін жауып, расстойкаге бөлме температурасына 30 минутқа қалдырамыз. Мінекей осылай сүлгінің көмегімен үстін жауып қоямыз. Және де дайын болған кезімізде 1 дана жұмыртқамызды жарамыз, және де соны жағып шығамыз. Бұл уақыттың аралығында біздің пешіміз 180-190 градусқа қызып тұруы қажет. Батонымызға осылай ұзор береміз, және де қызарып піскенше духовкаға жібереміз. Мінекей біздің нандарымыз дайын, өте керемет болып шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін.